Сәлем оқушылар, бүгін ағылшын Smiles People's Book оқулығының 116-117 беттегі тапсырмаларды өтетін боламыз. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Exercise number 5. Listen, point and repeat. Тыңда, қара және қайтала дейді. Scarf, шарф. Екіншісі belt, белбеу. Үшіншісі watch, сағат. Төртіншісі mirror, айна. Бесіншісі candle, шам. Алтыншысы remote control, пульт. Жетіншісі pot, құмыра. Сегізіншісі broom, сыпырғы. Exercise number 6. Read and complete the match. Оқы және толықтыр дейді. Бұл жерде сөздер, жақшадағы сөздерді өзгертіп жазамыз. Біріншісіне қараймыз. Can you see that watch over sea? Yes, whose is it? It is Ақботас. Give it to her, please. Екіншісі. What's the matter? This pot is very big. Can you help me, please? Не болды? Бұл құмыра өте үлкен, маған көмектесе аласың ба дейді. Яғни и суретінде. Үшіншісі, what's that? It is a mirror. It is for you, Әсел. Oh, thank you дейді. Бұл не дейді? Бұл айна. Бұл Әсел. Әсел бұл саған дейді. Oh, рахмет дейді. Үшіншісі, и суретінде. Төртіншісі, do you like this scarf? Yes, I do. Let's buy it for Көркем's birthday then. Сізге бұл шарф ұнай ма дейді. Иә. Онда Көркемнің туған күніне сатып алайық дейді. Яғни бұл ди суреті. Бесіншісі. Take these candles and give them to Канат. Окей. Осы шамдарды маған алып беріңіз. Олар Қанатқа. Иә. Study spot, яғни ереже берілген. A pencil is usually made of wood. It is used for writing. Қалам әдетте ағаштан жасалынады дейді. Оны жазу үшін қолданамыз дейді. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. 7-ші жаттығу. Look again at the items in exercise 5. Read and match. 5-ші жаттығуды қайтадан қара дейді. Оқы және толықтыр дейді. Яғни бұл жерде берілген, яғни ол жерде заттарды жұмбақтап берген, соны нөмірлейміз 5-ші жаттығудағы сөздермен. Біріншісі. A. It is made of plastic. It is used for changing channels on the TV. Ол пластиктен жасалынады дейді. Ол теледидарды басқаруға арналған қолданамыз дейді. Яғни ол remote control 6-шы сурет. B. It is made of metal or plastic. It is used for telling the time дейді. Ол металдан немесе пластиктен жасалынады. Оны әдетте біз уақытты айтады. Ол әрине watch 3-ші сурет. Келесі. It is made of leather. It is used for keeping trousers up. Былғарыдан жасалынады. Ол шалбарды жоғары көтеріп тұрады. Ол belt, яғни белдік. 2-ші. Келесі. It is made of clay. It is used for planting flowers in. Ол балшықтан жасалынады. Біз оған гүл отырғызамыз. Ол pot 7. Келесі. It is made of wax. It is used for lighting a room. Ол балауыздан жасалады. Оны біз бөлмені жарықтандыру үшін қолданамыз. Яғни ол candle 5-ші сурет. It is made of wool. It is used for keeping you warm. Ол жүннен жасалады. Ол бізді жылытады. Яғни scarf 1-ші сурет. It is made of wood and straw. It is used for cleaning floors. Ол ағаштан және сабаннан жасалады. Біз оны еденді тазарту үшін қолданамыз.
яғни brom сегізінші сурет. It is made of glass. It is used for checking your appearance. Ол шыныдан жасалады. Ол сіздің сыртқы түріңізді көрсету үшін қолданылады. Mirror, яғни айна, төртінші сурет. Exercise 28. In 3 minutes write. Яғни бұл жерде 3 минутта жаз дейді. Біріншісі. 3 things that are made of plastic. Яғни пластиктан жасалған заттарды ата дейді. Оған remote control, watch. Яғни пульт және сағат. Екінші. 2 things that are used for writing. Жазу үшін арналған екі затты ата дейді. Pen, pencil. Яғни қалам. 2 things that are made of wood. Ағаштан жасалған екі затты жаз дейді. Brom, pencil. Яғни спырғы және карандаш. Ручка. 3 things that are made of metal. Металдан жасалған 3 затты ата дейді. Watch. Яғни мен біреуін ғана таптым. Сағат. Сонымен бүгін сабағымыз бітті. Сау болыңдар.